Assalamu alaikum urmatlı bizdin körүүчүлөр, айрыкча фермерлер. Бүгүн биздин видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Биз учурда Сокол облусунун Каракол шаарында бүгүн өткөн арашан выставкага келдик элек. Бул жакта биздин Казакстандан келген боордошубуз Нурмат агабыз мондай биопрепараттарды алып келиптир. Ушулар өтө пайдалуу дейт, айрыкча фермерлерге өтө керек дейт. Анан вет аптекада иштегендер дагы көрүңүздөр, ушудан заказ кылып аласыздарбы? Нурмат агабыз өзү бул жакта. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, құрметті қырғызстандықтар. Осы міне бүгін выставкаға келіп жатыр, керемет өтіп жатыр. Осы барлық арашан, осы мал сүйер қауымдарға осы өзіміздің Қазақстан өнімі институт вирусология және биологияның промышленный микробиологияның өндірісі. Бұл Қазақстан ғалымдарының биопрепараттар. То есть доктор, профессорлар. Иә, сол ғалымдар биопрепараттар мал шаруашылығы және ауыл шаруашылығының өсімдіктеріне арналған және адамдарға арналған препараттар өндіреміз. Яғни нақты айта кететін болсақ, мұнда бентабак дейтін бұл малдың аткормға, сауын сиырларға, саан уйлар. Соларға қолданса жеміне қосылып беріледі. Соның качествосын жақсартады. Малдың аткормдағы бұқалардың аппетитін ашып, салмақ қосуына көмегін тигізеді. Основном бұқалардың іш кебу ауруларын, асқазан жолын тазалап, сол ас қорытуын тазартып, соның көмегін тигізеді. Мына жерде Казбиосил дейтін препаратымыз бұл сиырларға, бұқаларға, аткормға кукурузный силос дейді ғой. Силос сенаж. Силос сенажға закваска, сүрлем. То есть бұл не жұмыс қылады бұл ошонда? Бұл силос басқан кезде соның шірімеуіне, жақсы сақталуына көмектесін тигізеді. Чачат, мұны? Иә, чачат. Сол кезде силосты көп уақытқа дейін сақтаса болады. Және малдың жаңағы силостың отходсыз жақсы жегеніне көмектеседі. Және малдардың жаңағы акцидоз, кетоз аурулары асқазан, соны алдын алады. Бентабак, осы казбиосилдарды қолданған. Мынау поливактович және бентабак тауықтарға бұл профилактика ретінде қолданса, іш өту ауруларын алдын алады. Қозы, бұзау, жас төлдерге ауыл шаруашылық. Мынау тоже жаш малдарға екен. Тоқы, мысалы үшін қозы, торпоқторға, мұзауларға, ошыларға екен. Іш өту ауруынан инфекционный заболевание дейді. Мына болса біздің адамдарға арналған противогрибковый, аяқта грибок, сосын денеге шығатын ауруларды қолданатын адамға май. Және де соның арасында мынандай лакта ас дейтін өнімі, бұл біздің Амиран молочный ферма бар Алматыда. Соның сарысуды біз отходынан, сүттен шыққанды біз отходына қолдануға, осы сарысуға биологиялық бактериялар қосып, лечебный сыворотка деп қояды. Осыны адамға ас қорытуына көмектеседі. Және де мынақта ризовид, фитобацилин, квантобактерин, фосфобацилин дейтін ауыл шаруашылығы өсімдіктеріне тыңайтқыштар. Мысалы, арпа, будай. Арпа, бидайға, сосын жоңышқаға жүреді. Жоңышқада жақсы өсіп өнуіне тамырында азот мобилизация дейді. Бедеге? Бедеге, жоңышқа, беде дейміз. Люцерна. Жүгөріге қандай? Жүгөріге жоқ бізде. Жүгөріге, бұлардың бәрі бізде перед семенной обработка. То есть арпа, будай, беде. Сосын силосымыз синажға, силосқа болып жүреді. Екеуіне заготовка жасаған. Енді WhatsApp-пен хабарлассаңыздар, сұраныс бойынша Қырғызстанда бұйыртса дилерлер болады. Филиалдар болады. Сонымен біздің өнімді алсаңыздар болады. Бұнда номерімізді көрсете кетеміз астына. Так, бұл жақта мен жазу түрінде де шығарам. Бұл жақта бұлардың номерлері жазылып тұр, туғандар мұна. WhatsApp-қа хабарласа болады. То есть мына ветврачтар ертерек хабарлассаңыздар болады. Оптовый бағада иштешесіздер бе, жеке алдырастар бе, негізі Қырғызстанға жаңы келіп, өздерінің тауарын танытқанға әрекет қылып атады. Bir рет үстірттен таныштырды. Бұл бағытта іштеймін дегендер, ушундай нерсе издегендер өзүңүздөргө муктаж болгондо жакшы билсеңиздер керек, чалып сурап байланышасыздар. Бір айта кетерім, бұл бентабактың айырмашылығы басқа вет препараттардан мынандай витаминный минеральный комплекстан айырмашылығы бұяқта екі биологиялық бактерия бар. Ас қорытуға живой микроорганизм. Малдың ас қорыту жүйесін обмен веществоны дұрыстайды. Синтез витаминизация жасайды ғой. Рахмет,
көріңіздер, алыңыздар, қолданыңыздар. Эми чалса өзүңүз консультация берип турасыз, Иә, өзім жеке номерға, жаңа WhatsApp-қа хабарластым. Болду. Алматыда турасыздар. Алматыда біздің өнеркәсіп микробиология. Ветврачтар чалса иштесеңиздер. Вет аптекалар, Дайын. вет аптекалар, ветврачтар ушундай издегендер чалыңыздар. Полный таможенный союздың сертификациясы СТКЗ Қазақстанда полный тіркелген. Бул жагынан өзүңүздөр сүйлөшөсүздөр туугандар. Ушу биздин выставкага келип калыптыр, күзөтүп көрсөтүп атам. Анда эмесе байланышыңыздар, толук маалыматты телефонго чалып алсаңыздар болот.